Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат есімнің тәуелденуі. Біз сендермен өткен сабақта негізгі және туынды зат есімдерді өткен болатынбыз. Бүгінгі сабақта тәуелдік жалғауының қолданысын білесіңдер. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтайсыңдар. Берілген өлеңді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Өнердің бәрін білдеген әкемді тыңдап күндемен, ақылымен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнерде аз деген атамды тыңдап күндемен, ақылымен әжемнің ойы ойып үйренем. Домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күндемен, ақылымен күйшінің күй тартуды үйренем. Балалар, өлең не туралы? Қандай ат қояр едіңдер? Мен өлеңге үйрену деп ат қойдым. Өлеңнің негізгі ойы қандай? Үлкендердің ақылын тыңдап, үйренуден жалықпау. Ал өлеңдегі бала туралы не айтуға болады? Бала өте талапты екен. Өнердің түр-түрін меңгергісі келеді. Ал сендер өнердің қай түрін жақсы көресіңдер? Немен шұғылданасыңдар? Өнердің қай түрімен шұғылдансаңдар да, тиянақты, талапты болыңдар. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерді бірге оқиық. Оларды сөз құрамына талдаймыз. Әкемді, ақылымен, анамның. Әкемді. Түбірі әке. М-ді жалғау. Ақылымен. Түбірі ақыл. Мен жалғау болады. Келесі анамның. Түбірі ана. М-ның жалғау болады. Балалар, мұндағы жалғаулары сөзге қандай мағына үстеп тұр? Заттың біреуге меншікті екенін білдіріп тұр. Ендеше, заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауды тәуелдік жалғау деп атайды. Мысалы, өнерім, әкем, әжең, аты, атасы. Мұндағы м, ың, с тәуелдік жалғаулары болады. Тәуелдік жалғау үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Кестедегі зат есімнің тәуелдік жалғауларын бірге оқиық. Бірінші жақ жекеше түрдегі жалғаулар ым, ім. Екінші жақ ың, ыңыз, іңіз. Үшінші жақ жалғаулары с. Көпше түріндегі жалғауларды оқиық. Бірінші жақ ымыз, іміз. Екінші жақ ың, ыңыз, іңіз. Үшінші жақ с. Бұл жалғауларды естеріңе сақтаңдар. Балалар, берілген дос, ән сөздерін үш жақта, жекеше, көпше түрде тәуелдеп жазайықшы. Бірінші жақ жекеше түрі. Менің досым, әнім. Екінші жақ. Сенің досың, әнің. Сыпайы түрі. Сіздің досыңыз, әніңіз. Үшінші жақ. Оның досы, әні. Көпше түрі. Бірінші жақ. Біздің досымыз, әніміз. Екінші жақ. Сендердің достарың, әндерің. Сыпайы түрі. Сіздердің достарыңыз, әндеріңіз. Үшінші жақ, олардың достары, әндері. Бәрекелді балалар, сендердің де дұрыс тәуелдеп жазғандарыңа сенемін. Берілген суретке мұқият қараңдар. Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» өлеңінің мазмұны осы суретке сәйкес келетін жолдарын тауып көріңдерші. Бірге оқиық. Сыйса көйлек үстіңде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған, өнер білім бәрі де оқу менен табылған.
Бұл өлең жолдары арқылы Ыбырай Алтынсарин бізге өнер білім бәрі де оқуменен табылған деп, барлық нәрсенің оқумен келетін өсиет қылып қалдырған. Келесі мәтінге мұқият қараңдар. Не байқадыңдар? Дұрыс балалар, бұл мәтінде тыныс белгілері жоқ. Тыныс белгілерін қойып, мәтінді қайта бірге оқиық. Ақши Әминаның ауылы. Ауылда ши өседі. Әмина бір бума ши әкелді. Шешесі одан ши тоқыды. Ши тоқу өнер. Балалар, сендер де тыныс белгілерін дұрыс қойдыңдар деп ойлаймын. Енді мәтіндегі тәуелдік жалғаулы зат есімдерді табайықшы. Ауылы, шешесі. Бұл сөздер қай жақта тұр? Дұрыс айтасыңдар, үшінші жақта тұр. Шидің түрлерін біліп алыңдар. Шидің ақ ши, ораулы ши және шым ши түрлері болады. Берілген сөздерді топтастырайық. Қай жақта тұрғанын табыңдар. Менің домбырам. Сенің домбыраң. Сіздің домбыраңыз. Оның домбырасы. Менің қылқаламым. Сенің қылқаламың. Сіздің қылқаламыңыз. Оның қылқаламы. Менің добым. Сенің добың. Сіздің добыңыз. Оның добы. Балалар, енді осы сөздерді тәуелдік жалғауының көпше түрінде айтып көрейікші. Біздің домбырамыз, қылқаламымыз, добымыз. Сендердің домбыраларың, қылқаламдарың, доптарың. Сіздердің домбыраларыңыз, қылқаламдарыңыз, доптарыңыз. Олардың домбыралары, қылқаламдары, доптары. Бәрекелді балалар. Енді сендер де сөздерді тәуелдеп айталасыңдар. Балалар, берілген жаңылтпашты жаңылмай айтыңдаршы. Бірінші ақырындап оқиық. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Қане, жаңылмай айтып көрейік. Шөжем деп шешесі бәйек, шешем деп шөжесі бәйек. Шешесі шөжем жесін дейді, шөжесі шешем жесін дейді. Балалар, жаңылтпаштағы тәуелдік жалғаулы зат есімдерді табайықшы. Шөжем, шешем. Бұлар бірінші жақта тұр. Шешесі, шөжесі, бұлар үшінші жақта тұр. Бүгінгі сабақта нені үйрендіңдер? Тәуелдік жалғауының қолданысын білдіңдер. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтадыңдар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.